қойдың майын кәдімгі жағып тастаңыз, қызыл бұрыш болсын, сарымсақты араластырып тұрып тастап жағып тастаңыз, антиоксидант оның барлығы, антибиотигінен мықты. Сөйтіп орап тастаңыз да, ертең шешіп тастап, сүртіп тастап, жүріп келіңіз. Бір айдың ішінде аяғыңыз, тізеңіз оқтай болып шығады. Видеомда мен осы буын тізе аурулары туралы айтқым келіп отыр. Өте тізе ауру көп. Оның себебі не? Оның себебі аз жүреміз. Көбінесе отырамыз. Мен мына жерге бір сағаттай отырып қалсам, тізем әжептәуір кәдімгі қатқан сияқты болып қалады. Бір суық ұстап тұрған сияқты болып қалады. Өйткені ол не? Қимылдамағандықтан ол жерге қан жүрмей жатыр ма тізеге. Одан кейін тағы да салмақ қосу. Естеріңізде болсын, салмақты қоспаңыздар. Салмағыңыз қосылып бара жатса, азайтуға тырысыңыз. Ындынымызды кішкене аппетитті кішкене азайтайық. Тамақты асқазанды алдап қойсаң болды. Кішкентай бірдеңке салып қойсаң, ол соған алданады. Бірақ біздің миымыз же деп тұрады. Сол же деген кезде өзін адам ұстау керек. Сонда салмақты азайтсаңыз, жүру көп болатын болса, суық тиген. Міне, осы тізе ауруының негізгі себебі осы. Әрине, климакс кезінде кейбіреуде жаңағы қан қысымы жоғарылайды, жүрек ауырады, ұйқы қашады, сүйек буын ауырады. Ондай да болады. Сондықтан буын ауруларына неше түрлі буынды жылы ұстап, жеңіл жаттығу жасау керек. Жеңіл. Біреу отырып тұрамайым дейді. Отырып тұра аласыз. Өйткені сіз асқындырып жібердіңіз. Ал ондай асқындырғанда не істеу керек болады? Емдеу керек болады. Оның емімен де бар. Маған келсеңіздер болады. 30 жылдан бері осыны емдеп келе жатырмын. Буын аурулары әпежептәуір. Кәдімгідей кесіп темір саламыз деген адамдар әпежептәуір болып кетеді. Әрине, өте қатты асқынып кетпеген жағдайда. Сондықтан темір салған ол дегенмен өз аяғыңыз емес. Инотело дейміз ғой жаңағы. Өз аяғыңыз емес, кем аяғы ол темір аяқ. Ол темір салған бір күні оқыс қимылдасаңыз шарт кетуі мүмкін. Неше түрлі жағдай болады. Одан өз аяғыңызға жететін нәрсе жоқ. Қимыл әрекет жасау керек. Тізеге көп жүру керек. Қазір жүретін жағдай өте көп. Біздің қазір, мен 30 жылдан бері адам емдеп келе жатырмын ғой. Соның ішінде қазір өте біздің Қазақстанда, мен шетелден көретін, Қазақстанда қазір денсаулыққа көңіл бөліп, көп жүру, жаттығу. Қазір мысалы, мен тұратын жердің өзінде көше жиналып алып жүреді ертең. 3-тен, 4-тен, 5-тен, 6-тан жаңағы топ болып ертең менен жүреді. Сағат 5-тен жүреді. 5-тен жүреді. Сөйтіп, 8-де үйге келіп, немерелерін оқуға жіберіп, я болмаса балаларын оқуға садикке апарып, жұмысына кетеді. Мінекей, тек қана оған ерінбеу керек болады. Тізелеріңізді сақтаймын десеңіздер, осы әрекетті істеңіздер. Ал жоқ асқынып кетіп жатса, онда маған келіңіздер. Маған тіркелуді бірақ ұмытпаңыздар. Тіркеліп қойыңыздар. Тіркелсеңіздер, мен сіздерге көп ем айтатын боламын. Тізеге әрине компресс те көп. Неше түрлі компресс істеуге болады. Кейбіреулер жылқырмай істеп жатады. Жоқ, жылқырмай тізені ертіп жібереді, сүйекті ертіп жібереді. Бір кішкентай сүйекті жылқырмайын ішіне сақ қойыңызшы, сүйек жоқ болады. Жылқырмай күштілігі сондай. Көрдіңіз бе? Сондықтан жылқырмайына мен жеке тоқталатын боламын. Кәдімгі жұмыртқадан жасаңыз, кәдімгі қойдың майына ащы періс бар ғой, кәдімгі ащы бұрыш, қызыл бұрыш. Соны араластырып жеріп, жағыңыз, салапамен жауып тастаңыз, жылы шүберекпен орап тастаңыз, түніне жатқанда жылы болып керемет болады. Ертең сол жылы болып тұрған тізені жүріңізші. Ой, бір тамаша боласыз да шейін. Сондықтан бұл аурудың барлығының емі бар. Қойдың майын кәдімгі жағып тастаңыз, қызыл бұрыш болсын, сарымсақты араластырып тұрып тастап жағып тастаңыз, антиоксидант оның барлығы, антибиотигінен мықты. Сөйтіп орап тастаңыз да, ертең шешіп тастап, сүртіп тастап, жүріп келіңіз. Бір айдың ішінде аяғыңыз, тізеңіз оқтай болып шығады. Мінекей құрметті менің оқырмандарым, осы емді жасаңыздар. Мен сіздермен біргемін.